Перизат Мырзахмет. Өмірдің аты М. Осы ойды қайталап жүріп, Жайна сериалын жазды. Перизаттың дайректі елдің түкпір-түкпірінен жазған қыз-келіншектердің хатына толып қалды. Жайнаны Ақбергенге қоспаңызшы деп жалынды жастар. Финалы түсіріліп қойған кезінде Жайнаның орнында болған, бірақ Жайнаның жігері жетпеген. Перизатты оны өлсе де Ақбергенге қоспас еді. Сериал кейіпкері болса да, Жайна сияқты мыңдаған, миллиондаған қазақ қыздарына, жігіттеріне сүюді және сүйікті болуды тіледі. Үлкендер жағы Ақбергенге неге қоса салмайды? Тәп-тәуір жігіт қой деп ұрысты. Сол тәп-тәуір жігіт қыз қосыла салмайды. Жалғыз болғанша қаншама қыз-келіншектің, қаншама жігіттердің өмірін өкісікке айналдырғанын мойындағылар келмеді. Өйткені өздерінің тірліктері бетіне тіке қарауға қорқатын өкінішке толы. Олар өздерімен жеке қалуға, мына өмірден жеңілгендерін түсінуге қорқады. Өйткені түзетуге уақыттары да, жігерлері де жетпейді. Ал жастарда әлі мүмкіндік бар. Өздерінің, өзгелердің жүрегін жараламай бақытты болуға құқықтары бар. Өз таңдауларын табуға уақыттары бар. Сериалдың 6-шы сериясы алып қашу туралы көпшілікке қатты ұнады. Сол сериалдан кейін деректе жігіттер жаза бастады. Біз талай қызды осылай құртқан екенбіз ғой. Бізге бұны неге ешкім айтпаған? Қыздардың өзі неге айтпаған? Әке ағалардың жолы деп, отбасы тек еркек пен әйелдің одағы деп жүрдік қой деген хаттар келді. Алып қашу туралы неше түрлі оқиғалар келіп жатыр. Оқиға болған жерлер әртүрлі, адамдар әртүрлі, тағдырлар бірдей. Бірі қалып қойып, көніп, төзіп өмір сүруді үйренген, бірі қалып қойып, ақыры бірнеше баламен ажырасып тынған. Жігіттердің көбі сүйген қызыма қолым жетпеді, жігерім жетпеді, сосын қолым жеткен басқа қызды алып қаштым деп ақталады. Қор болған жігіттер-ай, қор болған өмірлер-ай. Мына әлемнің қым-қуат тірлігі тоқтап, у-шуы басылғанда, өкпелі күректердің өксігі естіліп, аспан асты сыздаған жүректердің күрсінісіне толар еді. Сөйтіп, ыңғайлы сәт, қолайлы уақыт күтіп жүргенде Орынбасар мен Перизаттың бір түрлі одағына 9 жыл болды. Бәрі баяғыша, ашық әңгімеден айнала қашатын Орынбасар басын бала мен жұмыстың қамына толтырып тастады. Жауапкершілігі мол шешімді қабылдауды кейінге шегеріп жүрген Перизат көзін ашады, бір күрсініп алады да күнделікті тірлігіне көшеді. Күнде тағы бір күрсініп алады да көзін жұмады. Сол көз ашу мен жабудың арасында бұлыңғыр күндер өтіп жатыр. Перизатта ойлануға, шешім шығаруға күш те жоқ, құлық та қалмаған. Ілбіген тірлік. Бұрын рахат сыйлайтын дүниелердің бірде-бір қуаныш сыйламады. Намаз да, жазу да, достар да, әлеуметтік жобалар да, сүйікті ермектердің бәрі жалықтырып бетіне қараудан қалды. Содан күндердің бірі таңертең Перизат баланы бақшасына тапсырып, үйіне жаяу қайтып келе жатқан, жүйесіз жүргеннің ойларының ұшығына жете алмай, ұйқылы-ояу араласып келе жатқанда, дәл жанынан көлік тежегішінің дауысы шықты. Наурыздың соңғы күндері жер тайғақ, жеңіл көлік Перизаттың санына сүйкеніп әрең тоқтады. Перизат көлікке бір бағдаршамға бір қарады. Қызыл жанып тұр екен. Жүргізуші көліктің есігін ашып жіберіп, 40 қабат боқтықтан жіберіп жатыр. Перизат басын изеді де жолдың келесі бетіне өтіп кетті. Көлік қозғалысы қайта жанданды. Үйге келді, таңғы асын ішті, жұмысқа дайындалды.
түк болмағандай тек түстен кейін ғана таңертеңгі оқиғаны ойша қорытындылай бастады. Сол сәтті көз алдына қайта алып келді, шошып кетті. Еңтелей келіп әрең тоқтаған көліктен қорықпау сабырлық пен батырлықтың нәтижесі емес қой. Тура сол сәтте қап, неге тоқтадың, неге қағып өтіп жанымды көкке ұшырмадың деп ойлаған екен ғой. Бейсенәлі түрінде өзіне өлім тілеп тұр. Осынша пұшайман болатындай не көрінді? Жаны алқымына келіп жатқан адамның өзінде бір үміт қылаң беруші еді ғой. Перизаттың үміті қайда? Өмірден үміті, махаббаттан үміті, Құдайдан үміті қай кезде мерт болды? Үміт деген өлмеуші еді ғой. Сонда бұл соңы ма? Сойылуға жығылған малдың өзі тұяқ серпуші еді ғой. Сол түні төсекте баласын құшақтап жатып әңгімеге бастады. Балам, әкең екеуміз бөлек тұратын сияқтымыз. Сен қалай қарайсың? Неге бірге тұрмаймыз? Мен әкеңді жақсы көрмеймін. Мен сендерді жақсы көрем ғой, мам. Біз де сені жақсы көреміз, бірақ шешең қиналып кетті. Папа сені ренжітті ме? Өскенде түсінесің, балам. Папа менің туған күнімде болмай ма? Ол менің бөлек тұрғаныммен сенен кетпейді, балам. Алаңдама. Әрі қарай екеуі тағы күннің қалай өтетінін жоспарлап кетті, туған күннің. Ертеңіне орынбасармен баласының туған күнін жайында ақылдасты. Екеуінің үйлену тойы болмаған. Перизат бас тартқан. Бала туғанда шілдехана той жасалған жоқ. Күйзелісті Перизатқа бәрібір болды. Күйзелісте. Енді жалғыз қыз 5 жасын атап өткісі келіп жатыр. Достарымды, туыстарымды шақырамын, ойнатамын дейді. Перизат осының бәрін орынбасарға айтты. Өзің біл. Сіз жақтан кімдерді шақырайын? Өзің шеш. Қай жерге өткізсек дұрыс болар еді? Аула ма, мейрамхана ма анықтау керек. Өзің ретте. Ауылдағы үлкендерге хабар береміз бе? Өзің ойла. Мүмкін мүлде тойламай-ақ қоярмыз. Өзің. Бұл не? Немқұрайлық, жауапкершіліктен қашу, шаршау жарайды. Перизатқа ренжі. Перизатпен тірес. Перизатпен ерегіс. Баланың жазығы қанша? Перизат қанша салқын болғанмен орынбасардың бетіне келген жан емес. 9 жыл тұрмыста. Орекесіз дегеннен жаңылған жоқ. Алдына түсіп сөйлемейді. Сүймесе де сыйлады. Тірі жанға жамандап ғайбаттамады. Мені асыра, баланы асыра деген жоқ. Өз қотырын өзі қасып, өз жарасын өзі жалап жанталасты. Соның өтеуі осы, өзің білме. Ақыры Перизат бәрін өзі ұйымдастырды. Баланың туған күнін ойдағыдай өткізді де баланы ауылға өзінің шешесіне жіберді. Сөйтіп үйде орынбасар екеуі жалғыз қалды. Ортада бала жоқ, ортақ әңгіме жоқ. Екеуінің арасында салқындық адам төзгісіз еді. Пәтердің қақ ортасында Титаниктің түбіне жеткен айсберг шығып алғандай. Дәл қазір біреуі жоғалып кетсе, екіншісі іздемейтіндей, тіпті жоғалып кеткенін байқамай қалатындай. Өлі тыныштық. Өлі тыныштық орынбасардың өзі бұзды. Перизат жұмыстан келгенде ол сөйлесуге де дайын отыр екен. Екеуінің арасында әңгімені тәптіштеп жазуға болар еді. Бірақ іші қатып, семіп қалған әйел мен немқұрай еркектің сап-салқын диалогы кімге керек? Перизат, мен сізді сүймеймін, сүйе алмадым, енді сүйемін деген үмітім де жоқ, деді. Орынбасар, онда мен кетемін, деді. Перизат иығын қиқаң еткізді. Орынбасар чемоданға киімдерін нығыздай салды да пәтерден шығып кетті. Перизат жатып қалды. Енді мида өлі тыныштық орнады. Ертеңіне орынбасар қайта жаза бастады. Кешір, баланы ойлайық, қайта қосылайық, мен бәрін түсіндім. Перизат та
түсінді. Енді ешқашан сүймеген адамға бірде-бір минутын бермейтін түсінді. Онсыз да махаббат мейірімсіз. Өткен 9 жылды жоқтап отыр. Өзін-өзі алдаумен өткізген 9 жылды ұмытқысы келді. Өзінен басқа бәрін ойлады. Өз жүрегінен басқаның бәрін тыңдап, құрбандыққа шалып жіберген 9 жылды қорқынышты түс деп ойлағысы келді. Жалғыз басты ана, ажырасқан әйел атанудың бір сәтке де жүрексінбеді. Оның жанында ешқандай сүйікті болмау, ешқашан сүймей өту қорқыныштырақ еді. Осы тұста мида соғыс жүрді. Кім мықты? Баланың қамы үшін сүймеген адаммен соңына дейін бақытсыз тірлік кешетіндер ме? Жоқ, өзінің бақыттан таңдап жауапкершілікті алып ажырасатындар ма? Екі тараптың да өз қолдаушылары, өз қарсыластары бар. Екі тараптың да бұлтартпас дәлелдері, аргументтері бар. Бірақ соңғы сөз, жеңіс сөзі жүректің қолында болуы керек. Құдайдың ең ұлы сыйы таңдау еркіндігі. Әңгіме басында Перизаттың нағашы әжесі туралы айттық қой. Жарықтық енді бүршік атқан шағында сүймеген адаммен қосылды. Амалы жоқтықтан, таңдауы болмағандықтан. Сүюдің, жақсы көрудің не екенін білмей өтті. Ол жалғыз қиналған жоқ. Әділетсіз, аяусыз сынаған тағдырына кеткен өшін алғандай жанындағы жарын қинады. Марқұм нағашы ата қой аузынан шөп алмайтын момын еді. Бір ілер киімі мен бір ыстық тамағын қанағат тұтатын. Адуында кемпірі онымен адам деп санаспады. Жарым деп бағаламады. Жазмыштан озмыш жоқ дегенмен екеуі тым құрығанда орта жолда махаббатсыз, сүйіспеншіліксіз өмір сүруге болмайтынын түсінсе, мойындаса, бәрі басқаша болар еді. Сондықтан шындығында келгенде Перизат Орынбасарға қолынан келген соңғы жақсылығын жасады. Оны махаббатсыз өмірден құтқарды. Өйткені махаббатсыз өмір сүруге ешкім де лайық емес. Құдайдың қарғыс атқан ең сүйкімсіз құлы да. Мұны біреу адасқан жанның ақталуы деп те қабылдар. Бірақ мені әлдилейтін әдемі ән осы. Еркектердің қисыны қызық. Сүймеген әйелді, баланы ойлайық деп тоқтату керемет шешім деп ойлайды. Соңғы мүмкіндік, соңғы қазық. Бәрі бай да, кедей де, ақылды да, ақымақ та, қорқақ та, батыр да баланың қамын ойла дегені алға тартады. Көп жағдайда көмектеседі бұл. Орынбасар да, бала да деп біраз жүрді. Бала деген аргументті пайдаланып бәрін орнына қайтарам деп сенді. 4 айға жетті ол екпіні. 4 айдың соңғы балаға келуді сиретті. Балаға келем деп бірнеше рет уәде беріп келмей қалды. Әдибегім күтуді қойды. Сол кезде дұрыс шешім қабылданғанына Перизат көзі әбден жетті. Оған да көңілін алаңдатқан баланы әкесінен айырғаным дұрыс болмады деген күмән біржола сейілді. Я, өкінді, жалғыз-ақ өкініш, неге 9 жыл құрттым осыны түсінуге. Қайран қайтпас жастық шағымай, қайран жалынымай дегенмен әлі де кеш емес. Бір күн өмірің қалса да сүй адам. Бұл оқиға арқылы жұртты ажырасуға үндеп жатқаным жоқ. Бар болғаны тұрмысқа шығардың, үйленердің алдында біреу үшін шешім қабылдамаңыз дегім келеді. Өкінішке қарай көбіміз шешемнің қолын ұзартам. Әкем риза болсын, атам шөбере көріп кетсін. Мен тастап кеткен адам өкінсін, жұрттан қай жерім кем деп шешім қабылдамаңыз. Сөйтіп ойымызда басқа адам, қойнымызда
басқа адам болып тірлік кешеміз, ал өмір екі оралмайды. Уақыт бізге бір-ақ рет беріледі. Перизаттың ажырасқан туралы тек жақындары ғана білді. Басқа жұрт Перизаттың өмірінде түк өзгерген жоқ сияқты. Расында солай еді. Перизат бір күнде қамықпады. Жұмысы тоқтаусыз жалғасты. Баласы екеуі жайлы өмірін жалғастыра берді. Арада 6 ай өткенде әріптесі Перизаттың ажырасқанын кездейсоқ естіп қалып, қатты таң қалды. Тіпті ренжіді. Пика, мен сенен бәрі жақсы ма деп сұрадым ғой. Сен иә бәрі жақсы дедің. Сен ажырасып кетіпсің ғой. Иә бәрі жақсы. Содан бері бір күнде жаман болған жоқ. Әйтпесе Перизатқа таң қала қарады. Әріптесі Перизатқа таң қала қарады. Ақылынан алжасты ма деп ойлаған шығар. Жалғыз басты әйелдің уақытша мықтылығы деп топшылаған шығар. Перизаттың бақыттан басы айналып жүргенін қайдан білсін? Шынында Перизат ешқашан өзіне осынша сенімді болмаған. Ешқашан мұнша жеңілдік сезбеген. Ешқашан өмірден мұнша үмітті болмаған. Өзі қалаған, өзі армандаған жаңа өмірдің қақпасы ашылғандай ерекше күйде болды. Ештеңеден қорықпай, күмәнданбай атауға дайын жүрді. Иә, қақпақ ашылды.